Халықтың парын шығару керек, тағы да Бізде әр салада жемқорлық. Ең үлкен проблема сыбайлас жемқорлық. Медицина жемқорлық, ауыл шаруашылық жемқорлық, жер жемқорлық. Түсінесіздер ме? Өнеркәсіп жемқорлық, өндіріс жемқорлық, құрылыс жемқорлық. Түсінесіздер ме? Ең біріншіден біз орнықтыратын дүние не үшін заң және тәртіп. Сыбайластық жемқорлықпен күресе отырып, халықтың заңды бағыну, заңның үстемдігі және тәртіпті бағынуды біз қолға алуымыз керекпіз. Кішкентай баланы кішкентай жастан бастап заңға бағынуды үйретуіміз керекпіз бір сөзбен. Мынау ауыл шаруашылықтағы субсидияны ұрлау, жеу, ол Назарбаевтан келе жатқан дүние. Сол кезден бастап мен мысалы парламент мәжілісінде жоғарғы аудиторлық палатаның ауыл шаруашылықты субсидияны ұрлау кезінде айттым ғой. Сиырдың өзі субсидия беріп жіберген әкімдікте. Ол сиыр 1914 жылы туылған. 1914 жылы жаңағы мынау Амангелді Имановтың көтерілісіне 2 жыл қалғанда туылған сиыр. Ол сиыр қазір 2025 жыл. Ол өмір сүру мүмкін ба осы 1914 жылы туылған сиыр? Ол техпаспорт бойынша, ветеринарный паспорт бойынша 1914 жылы туылған сиыр. Ол кәдімгі нағыз ежелгі көне сиыр болу керек, шыны керек. ерекше жаратылған сиыр. Ерекше жаратылған сиыр. Соны қаржыландырып жіберген. Түсінесіздер ме? Соны қаржыландырып жіберген. Мен Сармурзаева Айткүл Бақытқызы, Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде Қазақстан Ресейдің құрамына кіруіне түбегейлі қарсымын. Мына үкімет басындағылар мына көліктің страховой компаниясын неғып қымбаттатып жіберген деймін де. Ана бірінші рет тіркеліп жатқан нелерді страховкаға бұрын 3-ші класс беретін еді ғой. Қазір А класс деп қойыпты да. Қасыма әйелімді қоса салайыншы деген ғой, машина алып. Жаңа страховой компанияға барсам, А классқа 92.500 дейді. Бастарың істей ма? 92.500 деген не деген, қаяқтан ойлап таптыңдар ол ақшаны сендер? Халықтың айтыр, халықты садрат етіп, полны бүкілін выжимать етіп, ана соковыжималкадан өткізіп, жаңында соғын бәрін сығып алады ғой. Сөйтіп мына керек емес мына жаққа тастай салады. Сөйтейін деп отырсыңдар ма? Не істеп отырсыңдар? Кішкене сәл ойлансаңдар, 92.500 деген қаяқтан ойлап таптыңдар оны? Сразу 500-600 мыңға, миллионға шығара салмадыңдар ма? Бірінші рет тіркеліп. Машина алмай қоя салатын едік қой. Қай депутат, министр осы кім ойлап табады деген осында? Қайсың ойлап табасыңдар осында? Бля, уже айтарға сөзім жоқ мына вообще нелерге. Не абыйты қымбаттатып жібергендеріңді. Ойларыңды айта кетіңдерші осы тыңдап отқан болсаңдар. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Мынау референдум жайлы мен де айтып кетейін. Референдум деген ол былайынша халықты бір қозғау. Бұл өкіметтің саясаты деп ойлаймын, өйткені референдум деген нәрсе болмайды. Өйткені орыстардың осы уақытқа дейін не істеген, оған дейін білмейді. Өзіміз де болсақ білмедік олардың кім екенді. Енді жаңағы оян деп жан-жағымыздың бәріне айтып, Құдайға шүкір енді кім екенін біліп, енді мынау Украинаға соғыс ашқаннан кім екенін біліп жатырмыз. Сөйтіп отырып енді оны референдум болады, ондай болады деп айта алмаймын. Сол референдумға кеше сондай не қыл дейтін болсаңыз, енді біздер тіл жанашыры осы елдің жердің жанашыры болғаннан кейін жұмыстан келе жатсақ бір жігіт сұрақ беріп жатыр да. Бәке, не қылдыңыздар сіздер енді дейді. Мен айттым, ол нәрсені айқайлап забастовка қылатын жер болады, қылмайтын жер болады. Байыптап тыңдау керек, анық-қанығын білу керек, сосын барып не қылу керек десем, бір жігіт айтады. Айтқыш қой жаман, масқара да. Бір жігіт айтады, ей, бұл әшейін тик-токта ғой бұлар дейді. Қолынан ештеңе келмейді дейді. Қара көрдіңіз ба? Ол жерде орыстар бар да, түсінетін де бар, түсінбейтін де. Ол бізде Қостанай облысы Рудный қаласында, енді білесіздер, басым халық орыстар. Ол жерде мен айтам да, олардың барлығы түсінеді. Жай өздерін түсінбеске алынады да. Шпана ғой бұл айтып. Соған енді бұл төсін сабайды да келіп. Негізінде сондай адамдарды бар ғой, сондай жаңағыдай теріс әңгіме айтатын, Қазақстан туралы жамандық ойлайтын, тек қана ой, ол бітті, өйтті дейтіндерді бар ғой, негізі ұстап алып тық тастай беру керек қой. Мамалат тық тастай беруге апарып бар ғой. Мен негізі сондай нәрсе істейін деп отырмын, мен сөйтіп теріс сөйлейтіндерді бар ғой, видеоға түсіріп алып, салып жіберіп,
жанын шықылдататын қылып та. Ой, бұлар не болады қолынан деп қояды да. Бұл ертең енді айтып жатқан әңгімесі көп, ол әңгімеге тосын жауап беретін әңгіме да, ол жігіттің айтып жатқаны ше. Оны мен барып мынандай дейтін болсам, шақырып алады да жанын шығарады. Әңгіменің шыны да. Не керегі бар, бауырлар? Оны орыстардың да күтіп отқаны сол. Жаңағыдай дегеннен кейін айтады, қазақтардың өздері берілді, болды енді. Дейді да, не керегі бар? Қолдан келгенше, ол нәрсе болмау керек. Біз не үшін егемендік алдық? Егемендік алғаннан кейін егемендік болып қалу керек ол. Ата бабамыз әшейінге шейін қан төгіп, тер төкпеген шығар. Деу керек еді. Жоқ, бұлай, ой, ондай, ындай дейді да. Жігіттер сөйлеген кезде аузыңа бәле қайдан келеді? Екі елі аузыңнан келеді дейді. Екі елі аузыңа төрт елі қақпақ қоя алмасаң, ол жағы да бар да. Соны ойлану керек. Алла амандығын берсін. Әрқашанда бір болайықшы. Бір-біріміздің мәртебемізді көтерейік. Өйтіп сұқой болатын ой болып әңгіме айтқанның қажет жоқ. Әңгіменің шынына келген кезде. Қолынан келеме, сен де айт қосыл. Болмаса, не қыласың? Жайыңа жүрсейші. Референдум болмайды ол. Бұл қазақтың жері. Қазақтар қазір бұрынғыдай емес, оянды. Соны естен шығармаңыздар. Бірінші сұрақ былай. Мынау Назарбаев Тоқаев жүйесін құлатып, билікті алсаңыз, Ресейдің әскери базаларынан құтыламыз ба? Байқоңырды не істейміз? Дейді сұрақ. Менің ойым осындай болады. Меніңше, бізге ешқандай Ресейдің базалары керек жоқ. Мысалы, жаңа Байқоңырды айтсақ, Байқоңыр тек қана біздің Қазақстанның жері. Біз ешқандай олардың космосқа жіберетін ракеталар ондай бізге қазір жұмыс керек жоқ та, біздің халық дайын емес. Алдымен халықтың деңгейін көтеру керек, байлығын көтеру керек. Содан кейін біздің өзіміз мемлекетте дұрыс қаржы болғанда, біз не Америкадан, не Франциядан, не Германиядан басқа адамдарды елді шақырып, өзіміз космодромды құрамыз. Оған біраз уақыт керек. Алдымен біз елімізді байытып, мемлекет күшті істеп болғанда, сол кезде біз өзіміз санасақ, біздің парламент, өкімет солай санаса, біз Байқоңырда сол жерде космодромды құрамыз. Оған біз мүмкіндік болса, оны бәріміз істейміз. Қазір бізге ешқандай космодром керек жоқ. Олар біздің экологияны құртып жатыр, суымызды құртып жатыр. Содан кейін біраз адамдар сол жерде Ресейдің астында, Ресейдің мемлекетінде жүр ғой. Өзіңіз білесіз қазір не болып жатыр. Біз Байқоңыр Қазақстанның қаласы деп санаймыз. Сол жер Қазақстандық дейміз. Олар бәрі арендаға Ресейге беріп тастаған. Ондай болмау керек. Бізге ешқандай база да керек жоқ. Ресейдің космодромы да керек жоқ. Өзіміз бәрін дамытамыз. Солай болу керек. Дұрыс айтасыз. Да, я сейчас единственное переведу. Здесь у меня спросили по поводу того, будут ли российские базы, когда мы свергнем этот режим Назарбаева-Токаева. Я по этому поводу говорю следующее. Во-первых, нам никакие военные базы со стороны России, Китая или кого-либо не нужны. Мы будем строить свою независимую, сильную армию. Кстати, воздушное пространство, которое сейчас у нас есть, оно контролируется средствами противовоздушной обороны России. То есть наше воздушное пространство под их контролем. Этого не должно быть. Мы будем строить сильное государство с сильной армией. Это первое. Если говорить об не нужен. Россия должна уйти. Они платят в год всего 115 миллионов долларов. Это вообще копеечные деньги. Что такое 115 миллионов долларов? Ну вот бюджет любого нашего города возьмешь, Алматы, несколько миллиардов. Для Казахстана 100 миллионов долларов это вообще ничего. Тем более там большая территория отдалась под эти испытания, падают эти ступени ракет, экология разрушает, гептил там, разрушает нам экологию. Нам это не нужно. Мы сами справимся, присоединим Байконур. Из России я слышу там такие комментарии. Вы что теперь, как вы будете справитесь с этим городом? Справимся.
мы справимся, ресурсов в нашей стране достаточно, мы сделаем его цветущим краем. Не нужен нам никакой космодром. Когда наша страна будет нормально развиваться, поднимем образование. Если мы посчитаем, что нам космодром нужен, мы пригласим специалистов из Америки или из Франции, откуда-то еще, и будем строить космодром, когда будем иметь свою научную базу. Если нам нужно поднять в космос спутники для страны, которые нам нужны, чтобы вы знали, 97% мировых грузов сейчас все отправляется из Америки. 97%. Россия все потеряла. Поэтому, если нам нужны свои спутники, мы его через Америку или Францию отправим в космос, наступит момент и сами будем все это делать, но для этого народ должен быть готов. Мен азаматтық белсенді Нұрбол Өнерхан Алға Қазақстан оппозициялық партиясының челленджін толық қолдаймын. Қазақстанның Ресейдің құрамына кіруіне түбегейлі қарсымын. Қазақстан тәуелсіз, демократиялық, құқықтық, ұлы мемлекет болу керек. Руслан Берденевті атып кеткен, оның себебі біреудің әйелімен сөйлескен үшін оны атып кеткен. Осындай әңгімелерді қаяқтан шығарып алады. Бұның себебі бұл кісі құмар ойынға, мынау ойындар тоқтату үшін барынша жұмыс жасап жатыр да, сол үшін бұл ұнамай қалды. Мен букмекер деген нәрсені түп тамырымен жоқ қыламын. Менің позициям. Жұмысында, жарнамасында барлығын. Бұны құрту керек болып тұр да. Өйткені бұл мынау жоғардағы қалтасын қампайтып отқандар бар ғой, халықты ойламай, әшін қалтасын ойлап отқандарды. Солардың қалтасына түсіп жатқан қаржыны қысып қойды да. Сол үшін ұнамай қалып, бұны көзін құрту керек болып жатыр. Бұл бұрында да алаш зиялылар кезінде де болғанда халық жауы деп атқызып жіберген халық жанашырларын. Тура сол сияқты қазір атқызу деген жоқ, қазір атып кету бар ғой. Сен ұлтың үшін уайымдап, ұрпақ үшін уайымдап бір нәрсе айтатын болсаң, сені жоқ қылып жіберу қазір қиын емес. Бір пәсте сен жоқ қылып жібере салады. Тура сол сияқты нәрсе болып тұр бұл. Алла елімізге, жерімізге тыныштық берсін.